Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар, қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жаман деген немене? Что такое плохо? Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Сабағымыздың мақсаты. Құрметті оқушылар, әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз. Еріншек, жалқау, ерке, жаман, ешкім, тастау. Произнеси правильно. Жаңа сөздерді дұрыс айтуға дағдыланамыз. Жалқау, еріншек, ешкім. Балалар, суретке қараймыз. Суретте қандай бала? Қандай бала? Какой мальчик на картинке? Ерке, избалованный. Еріншек, ленивый. Бұл жалқаубек, киімдерін шашып тастаған. Балалар, тағы да суретке назар аударамыз. Бірінші суретте қандай бала? Еңбекқор бала. Еңбекқор бала. Еңбекқор как переводится? Трудяга. Еріншек бала. Ленивый мальчик. Еңбекқор бала, еріншек бала. Екі түрлі бала. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді тыңдаймыз. Жалқаубек, жалқау бала. Ол сабақ оқымайды. Киімдерін шашып тастайды. Оның бөлмесі лас. Әлібек жалқау емес. Ол сабақты жақсы оқиды. Оның бөлмесі таза. Ол еріншек емес. Балалар, суретке қараймыз. Посмотрите на картинку. Мынау жалқаубек. Ол сабақ оқымайды. Мынау жалқаубектің бөлмесі. Комната. Бөлмесі қандай? Бөлмесі лас. Комната грязная, лас. Келесі Әлібек. Мынау Әлібек. Әлібек сабақты жақсы оқиды. Әлібек жақсы бала. Оның бөлмесі таза. Комната чистая. Ол еріншек емес. Әлібек не ленивый мальчик. Еріншек емес. Таза, чистый, лас, грязный. Балалар, сұраққа жауап береміз. Ребята, это устное задание. Отвечай на вопросы. Жалқаубек қандай? Қандай жалқаубек? Какой мальчик? Әлібек қандай? Жалқаубек жалқау бала, ленивый мальчик. Оның бөлмесі лас. Комната грязная. Әлібек жақсы бала. Әлібек жалқау емес. Не ленивый. Оның бөлмесі таза. Комната чистая. Ол жақсы оқиды. Жарайсыңдар, балалар. Суретпен жұмыс жасадық. Келесі айтылым тапсырмасы. Суретке қарап сөйлем құра. Суретке қараймыз, балалар. Мына бала қандай бала? Мынау Анна. Ол жалқау емес. Ол еңбекқор. Мынау жалқаубек. Жалқаубек еріншек бала. Еріншек. Ленивый. Мынау Айгүл. Айгүл ерке бала, избалованная.
ерке бала. Жалқау емес, еріншек бала, ерке бала. Анна жақсы бала. Келесі балалар жазылым тапсырмасы. 6-шы тапсырма. Сурет бойынша әңгіме құра. По картинку составьте предложение. Бірінші суретте кімді көріп тұрмыз? Кого мы видим? Мынау жалқау биік. Ол еріншек бала. Ол не істейді? Что он делает? Ол ағашты сындырады. Жалқау биік сабақ оқымайды. Есте сақта. Запомните. Мен ерке емеспін. Мен жалқау емеспін. Мынау Әнел. Әнел анасына көмектеседі. Әнел жақсы бала. Ол анасына көмектесіп жатыр. Әнелдің бөлмесі таза. И комната чистая. Мынау екінші суретті балалар қараймыз. Мынау Әлібек. Ол жалқау емес. О, Әлібек жақсы, еңбекқор бала. Мынау Жалқаубек. Жалқаубек еріншек. Жалқаубек ағашты сындырады. Әнел жақсы бала. Жалқаубек еріншек бала. Әлібек жалқау емес, еңбекқор бала, жақсы бала. Сурет бойынша есте сақтаймыз. Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.